болашақ еліміздің IT мамандары. Сіздермен бірге Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Бердебаева Салиха Диновна. Объектілі бағытталған бағдарламалы пәні бойынша екінші дәрісімізді бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы C# тілінің элементтері, типтер жүйесі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты C# тілінің кілттік сөздері, идентификаторлары, типтер жүйесімен танысу, мәліметтердің қарапайым типтерін, айнымалыларды және тұрақтыларды сипаттау мен қолдануды үйрену. C# тілінің негізгі элементтерінің бірі идентификаторлар. Идентификаторлар бағдарламадағы элементтерді анықтау үшін пайдаланатын атаулар. Идентификаторларды жазудың арнайы ережесі бар. Идентификаторларды жазуда үлкен немесе кіші әріптерді, сандар мен астыңғы сызық белгілерін ғана қолдана аламыз. Идентификаторлар әріптен немесе астыңғы сызықтан басталуы керек. Бұл келтірілген мысалда өткен жолғы сабағымызда қарастырылған дөңгелектің ауданы мен шеңбердің ұзындығы идентификатор ретінде берілген. C# тілі регистрді ескереді. Max идентификаторын үлкен және кіші әріппен жазатын болсақ, ол екеуі екі түрлі идентификатор болып саналады. C# тілінің негізгі элементтерінің бірі кілттік сөздер. C# тілінің ішкі тұтыну үшін сақталған идентификаторлары бар. Бұл идентификаторлар кілттік сөздер деп аталады және олардың әрқайсысының белгілі бір қызметі бар. C# тілінде 77 кілттік сөз бар. C# тіліндегі кілттік сөздерді, идентификаторларды жазу үшін өз қажеттілігімізге пайдалануға болмайды. Мысалы, const тұрақтыны сипаттайтын кілттік сөзді идентификатор ретінде қолдануымызға болмайды. C# тілінде сонымен қатар мына кестеде келтірілген идентификаторларда кездеседі. Бұл идентификаторларды айнымалылар сипаттау үшін қолдануымызға болады. Бірақ негізінде бағдарламада бұл идентификаторларды да қолданбағанымыз жөн. Айнымалылар. Айнымалы дегеніміз бұл мән сақталатын жадыдағы орын. Айнымалыны уақытша ақпаратты сақтайтын компьютер жадындағы блок деп санауға болады. Бағдарламадағы әрбір айнымалыға міндетті түрде нақты атау беруіміз қажет және бағдарламада бірдей айнымалыларды қолданбағанымыз жөн. Барлық айнымалыларды қолданар алдымен сипаттауымыз қажет. Айнымалыларды сипаттағанда онда сақталатын мәліметтің типін көрсетуіміз керек. Содан кейін ғана оған мән бере аламыз. Айнымалының жазылу форматы, типі, айнымалы атауы. Егер де бізге адамның жасын анықта деген тапсырма берілсе, онда адамның жасын сипаттайтын айнымалыға age атауын береміз. Ал айнымалыны қабылдайтын мән бүтін сан. Олай болса, int age деп айнымалыны сипаттаймыз. Айнымалыны сипаттап болғаннан кейін ғана age айнымалысына 48 бүтін санын бере аламыз. Сонымен қатар C# тілінде тұрақтыларды қолданар алдында да сипаттауымыз қажет. Тұрақтылар бұл бағдарламаның орындалуы барысында мәні өзгермейтін шамалар. Тұрақтыларды сипаттау үшін const кілттік сөзі қолданылады. Жазылу форматы, const, типі, тұрақты атауы, тең мәні. Мысалы, бізге математикадағы және физикадағы бірқатар тұрақтылар белгілі. Мысалы, математикада π 3,14,
физикада G 9,8. Осы тұрақтыларды біз бағдарламалау тілінде const қызметші сөзі арқылы сипаттаймыз. Жазылу форматы const double G тең болады 9,8. Const int x тең болады 2. Бұл мысалдағы double және int тұрақтының типі болып саналады. C# тіліндегі типтер жүйесі. C# тілінің барлық типтері жалпы базалық тип object класына жатады. Ал қалған типтер туынды типтер болып саналады. Жалпы типтер мәндер типтері және сілтеме типтері болып бөлінеді. Мәндер типтері қарапайым, саналушы, құрылымдық, сілтеме типтер массивтер, класстар, интерфейстер және делегаттар. Жалпы типтер 3 топқа бөлінеді. C# тіліндегі алдын ала анықталған типтер, кітапханалық типтер және бағдарламашы анықтайтын типтер. Біз қарапайым типтерге тоқталайық. Бағдарламада қолданылатын қарапайым типтердің жазылуы. Бұл кестеде типтің атауы, сипаттамасы, өлшемі және мәндер аралығы берілген. Осы мәндер аралығына сәйкес біз бағдарламада типтерді қолдана аламыз. Бүтін типтер үшін int, long кілттік сөздері қолданылады. Нақты сандар үшін float, double кілттік сөздері қолданылады. Ақшалық мәндер үшін decimal, символдар тізбегі үшін string, ал символ үшін char және логикалық мән үшін бұл типтері қолданылады. Бұл типтерге сәйкес мысалдар келтірілген. Енді айта кететін жағдай, бұл жерде string деп отырғанымыз символдардың тізбегі, ал char деп отырғанымыз бір ғана символ. Сондықтан да біз сипаттаған кезде жолдың мәні тырнақшаға алынып жазылады, ал символдың мәні апострофқа алынып жазылады. Осы жағдайды біз міндетті түрде ескеруіміз қажет. Сонымен қатар қосымша таңбасыз бүтін типтер, таңбалы бүтін типтер төмендегі кестеде берілген. C# тілінде сонымен қатар саналушы типті де қолдануымызға болады. Саналушы тип enum қызметші сөз арқылы жазылады және мәндері жүйелі жақшаға алынып жазылады. Бұл мысалда days және colors айнымалылары саналушы тип ретінде сипатталған. Мәндері жүйелі жақшаға алынып жазылады. Өткен жолғы сабақта есептің қойылымына сәйкес берілген радиус бойынша шеңбердің ұзындығын, дөңгелектің аудан есептейтін бағдарлама құрдық. Бұл бағдарламада енгізу, шығару және меншіктеу операторларын қолдандық. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бұл бағдарлама кодына өзгерістер енгіземіз. Бағдарлама кодындағы R, L, S айнымалылары алдын ала сипатталуы қажет. Бұл жерде пидің мәні нақты сан болғандықтан, бұл айнымалылардың типі де нақты сан болады. Олай болса, double типі арқылы жазамыз. Сонымен қатар, бұл жердегі пи тұрақты, пидің мәнін const қызметші сөзі арқылы сипаттаймыз. Пи математикалық функция ретінде мәз класына жатады. Сол себептен біз пиді сипаттауды мына формула арқылы да жазуымызға болады. Кез келген бағдарламалау тілінде комментарий жазудың маңызы зор. Комментарий жазу бағдарламашыға бағдарлама кодын жеңіл түсінуге көмектеседі. Бұл мысалда 3 түрлі комментарий жазудың нұсқасы берілген. Комментарий жазу //
және слэш жұлдызша белгілері арқылы жазылады. C# тілінде сонымен қатар var функциясын қолдануымызға да болады. Var функциясы айнымалыға меншіктелген мәнге негіздей отырып, компиляторға айнымалы типін автоматты түрде анықтауға мүмкіндік береді. Бұл мысалда var nam тең 15. Бұл жерде nam айнымалысының типі көрсетілмеген, бірақ nam айнымалысы 15 мәніне сәйкес бүтін типті қабылдайды. Үйге тапсырма ретінде машықтық жаттығулар берілген. Бұл жаттығуларда бос орындарды сәйкесінше мәліметтер типтерімен және мәліметтер мәндерімен толтырамыз.